Сәлем студенттер, менің бүгін біз студенттер қалай ақша табуға болады, одан кейін жалпы сайттар болып жұмыс жасаған дұрыс па, дұрыс емес па, соны талқылайтын боламыз. Менде жоспар бар, міне. Жоспар бойынша жүреміз. Жалпы маған да айтты көбісі, что сайттар болып жұмыс жаса, сайттар болып жұмыс жасадық барлығы, білесіңдер, көп нәрсе үйренесіңдер деп. Отчасти дұрыс, кішкене пайыз дұрыс айтып отқандар. Бірдеңе үйренесің, шынымен. Кейде ана перевязкаға барады, сондай жалпы группаластарым жасады, солардың айту бойынша жалпы бірдеңе үйренуге болады, бірақ ол да өзіңе байланысты. Бірақ мен жұмыс жасаған жоқпын, саған да жұмыс жасамағаныңды ұсынамын. Не себепті? Ең біріншіден мен барған кезде нейрохирургия отделениесіне тоже санитар болып жұмыс жасауға бардым. Сол кезде пол жудым, пол жуа, үйде де жуып жүр ғой, ода дым жоқ, проблем жоқ, просто энергетикасы да, ана энергиясы жұмсай береді сен. Екіншіден сен санитарсың, студент көреді, сен жас бала көреді, жұмсай береді, былай не қалар, міне қалар. Одан кейін туалет жуасың, так, манаға туалет жуасың, раковина жуасың, барлығын жудым бірінші күн. Сөйтіп екінші күн барған кезде уже маған ұнамай бастады энергетикасы ана жерде. Группаластарым жасай берді, мен шығып кеттім. Адамды андай басып тастайды энергетикаңды. Сосын шаршап жүресің, сабаққа барғанда группаластарым ұйықтап отырады, санитар жасағандар. Сабақ бір жағына қалады. Неге жасамаған дұрыс? Жасауға кеңес бермеймін. Жалпы қалай медик студент ақша табуға болады и қай жерде жұмыс жасаған дұрыс? Соны қазір айтатын боламын. Енді медик студентке қалай ақша табуға болады, қай жерде жұмыс жасаған дұрыс, соны түсіндіретін болам. Кеттік. Так, ақша табуды айтпас бұрын кішігірім айтып кететін нәрсе, сіздер қазір медик студентсіздер, универде оқып жатырсыздар, колледжде оқып жатырсыздар. Бұл сіздің ең есте қалатын шағыңыз, студенттік шақ. Сондықтан бірінші орында ақша таппай тұрып жақсы өткізуді ұсынамын. Сол уақытты группаластармен қандай да бір мақсатың болса, соған ұмтыл, күшті моменттер, эмоция алып қал. Осыны бірінші ұсынамын саған. Жатақхананың сыртынан шығып гитара тартыңдар, қаратсыңдар. Главное осы моменттер есте қалады. Ақша тауып үйренеміз, но осы кез, осы жас бізге қайтып келмейді. Қатты айттың ба? Қатты айту керек. Опа, міне. Келесі, егер сенің темпераментің ашық, андай адамдармен тіл табысқыш, онда блог жүргізуді ұсынамын. Инстаграм, тикток, қайсысы өзіңе ұнайды? Саған YouTube жүргізуге ұнай ма? YouTube жүргіз. Бірдеңе түсіндір, үйрет. Қазір YouTube'да да ақша табуға болады. TikTok'та қазір, сосын Инстада қазір мен видео салып жүрмін ғой өзім. Видеолар өте жақсы өтеді. Алғашқы 5-6 видео өтпей шығар, бірақ одан кейін сен регулярно сала берсең, атасың. Сондықтан TikTok'та да ақша табуға болады. 10 мың подписчикке бару керек, манағыдай. Аккаунтың германский или французский аккаунт болу керек. Оның барлығын сен қарап аласың TikTok'тан. Негізі, мына нәрселерден аулақ бол, официант болып жасаудан. Потому что сен официант болып жасағанда, сені по-любому сен сабағың сол таңертеңнен 4-5-ке дейін ғой, сені по-любому алмайды. Алғанның өзінде сабағың жайына қалады. Одан кейін андай зайым ақша алмай қой, керек емес. Ешқандай ата-анаңа күш түсірмеші, ешқандай қарызға батпа, қарыз сұрама. Жаңағыдай мойкаға, жұмысқа кіріп кетпе, ондай дым керек емес. Вот міне, енді тыңдаймыз дұрыстап. Марвенде жұмыс жасаған дұрыс. Марвен деген осындай магазин бар. Бұл бүкіл үлкен қалаларда бар. Өзім жұмыс жасадым. Ол жерде сен просто екі отдел бар. Бірінші отделде сен кітаптарды жөндеп жүресің. Базар жоқ, аяғың талады, күні бойы жүресің. Так, күні бойы емес, мендегі андай oldu. Мен постсовет баратын болдым. Сабағым 3-4-те бітеді. Сөйтіп барам, кешкі түнгі 12-ге дейін жүретін болдым. Мынандай мистерге мынандай жұмыс. Любой қалада Марвен деген дүкен бар. Соған тіке барыңыздар. Мен ол жерге консультант болып жұмысқа кірейін деп едім дейсің. Жұмысың өте оңай. Просто кітаптарды дұрыстап қоясың, немесе ойыншықтарды дұрыстап қоясың. Қай кітаптың қай жерде тұрғанын түсіндіресің. Плюстарын айтамын, неге осы пайдалы екен. Мен Ақтөбедегі Марвенге бардым. Барса маған айтады, как раз қазақша сөйлейтін консультанттар керек деп айтты маған. Как раз ояқта кілең орыстар жасайды. Мен қазақшам жақсы, шүкір. Сөйтіп кіріп кеттім. Марвеннің басшылары өте жақсы қарайды саған.
егер сен түсіндіріп айтсаң, менің сабағым бар, 3-ке дейін, 3-тен кейін келе аламын десең, сені жұмысқа алады. Бірінші плюс, бірінші плюс ол, егер сен еще жабық болсаң, еще сен ол жерде уже адамдармен танысасың. Ана орыс балдармен, қыздармен орысшаңды дамытып аласың. Өйткені сен ол жерде орысша сөйлесесің ғой. Үлкен плюс қой бұл. Ортаң болады, мындай. Еще орыстар білесіңдер ғой, более умный ғой, былай айтқанда. Сөйтіп жаңағы орыс балдармен танысып алдым, орыс қыздармен олардың көзқарасын, олар екінші нәрсе ол қандай пайда? Мынадай ашық болсаң, уверенность пайда болады, сенде орысша сөйлесесің, қазақша сөйлесесің, сияқты басқа жаңағыдай әріптестеріңмен қызықты өткізесің күніңді. Өзіме қатты ұнады Марвинде жасаған. Көптеген кітаптарды көріп алдым. Сосын өте қызбайтын еді ғой. Сосын мен бүйтіп шетке отырып алып, кітаптарды оқып алу үшін кішкене. Болмы негізі, бұл деген. Любой қалада Марвин бар, соған жұмысқа кіріңіздер. Екінші нәрсе ол бариста болып жұмыс жасасаңыз болады. Деген бұл кофе жасайтын мамандық. Оған да барасыздар, мен сабағым бар, обедке дейін, обедтен кейін жұмысқа тұрайын деп едім десеңіздер, алады сіздерді. Мен өзім жасадым. 10 күн стажировка өттім. Жаңағы раф, капучино, флэт уайт барлығының қалай жасалатынын үйретеді, базар жоқ. Еще менде орыс қыз үйретті, так қазақ қыз, бірақ орысша сөйлеседі. Мен ол кезде орысшам нашар еді, азық қиын болды басында. Но тоже солай. Орысшаңды дамытып аласың, уақытын қызықты өткізесің, ешқандай жаңа біреудің бүйт-сүйт деген болмайды ол жерде. Сенің ашыласың қайтама. Екінші бариста, так, үшінші ұсынатыным ол андай, так, егер енді қатты ақша қысылып жатсаң, андай мини бизнестер ашуға болады. Мысалға, шоппер сатсаң болады. Мен өзім шоппер саттым, сондай бір кішігірім бизнес бастасаң болады. Бірден әрине покупка жасама, бір-екі шоппер сатып көр, қалай сата аласың ба, инста жүргізе аласың ба, өзің тексеріп көр. Осылай айтайын дегенім сіздерге осы видео пайдалы болды деп ойлаймын. Мен өз басым Гиппократ, осы бүкіл медик студенттерге пайдалы тақырыптарды осы каналға жүргізіп тұрам. Сабақтар үйретемін, осылай медик студенттің өмірін көрсетемін сіздерге. Видео қызық болды деп ойлаймын. Осындай қазақша контентті қолдап кетіңіз, бірақ тіркеп кетіңіздер. Жақсы.